Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін көпшілік адамға ұнайтын, әсіресе балалар сүйіп жейтін картоптан фри дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен картопты аршып, жуып тазалап аламыз. Содан соң соломка етіп тураймыз. Барлығының қалыңдығын бірдей етіп турап аламыз. Енді салқын суымызға бірнеше рет крахмалы кеткенше тазалап жуамыз. Осылай суымыз тап-таза мөлдір болғанша шайып аламыз. Содан соң қағаз сүлгіге немесе мата сүлгіге картоптарымызды кептіреміз. Бұл жердегі ең маңызды нәрсе картоп толығымен кебуі керек. Сол кезде біздің фриларымыздың сырты қытырлақ, ортасы жұмсақ, дәмді болады. Қызып тұрған майымызға аз-аздан картоптарымызды салып қуырып аламыз. Жан жағы кішкене осылай қызара бастаған кезде ағаш таяқшамен тексеріп көрсеңіздер болады. Енді қағаз сүлгімізге сүзіп аламыз. Ыстықтай үстіне тұз сеуіп, немесе өздеріңіз қалаған дәмдеуіштеріңізді сепсеңіздер болады. Міне біздің фриіміз дайын болды. Өте дәмді, керемет, жасап көрсеңіздер болады. Ас болсын.